Қайырлы күн, құрметті көрермендер, күндеріңізге сәттілік тілейміз. Бүгін кімге үміткер келді, қай қатысушылардың таныстықтары қалай өтіп жатқанын көру үшін 2:30-да эфирді көріңіздер, күтеміз сіздерді. Айбек деген кеше сіз болмаған кезде ой мына жақта бір керемет көрініс болды. Қандай? Сіз көріп үлгердіңіз ба, үлгермедіңіз ба? Маусым қатысушы дегенді. Маусым қатысушы ең үздіктердің үздігі деген номинация ғой ол. Көрдім, маусым қатысушысы дегенге негізінде менің өзім ойым бойынша негізінде 6 номинацияға кірген екен, өте қуаныштымын. Ең топ номинацияға кіргеніме және бұл номинацияны мен осы жылы отырып жалғыз соперник ретінде көретін адамым ол Ерасыл. Бұл номинацияда. Бірақ өзім соңында ұтып шығам ба деген ойым бар. Бұл номинацияны мен жалғыз өзімнің атымнан емес, осы жерде еңбек қылған ғой, короче. Екеуміздің атымыздан жеңіп шығам ба деген ойым бар. Сол отбасының атын алғыңыз келе ма? Бірақ негізі өзімді мен бұл номинацияға больше басқа адамдар подходит деп ойлайтынмын. Мен кіріп жатыр екем, неге енді жеңіп шықпасқа дегенде ғой жаңағы. Жолыңыз болғыш болып тұр ғой. Ал Айбектің айтарым бар дейді. Айтарым бар дегенде сол айтарым. Кеше көрген жоқпын енді, бірақ именно бұл номинация енді маусым қатысушысы дегенге осы сезонның басынан келе жатқандардан получается мен Зарина екеуміз кірген екенбіз да. Ал Ержігіт пен Ерасыл енді алдыңғы сезоннан келе жатқан екен, адам болғаннан кейін былай түсінікті шығар енді олардың кіргені деп ойлаймын. Бірақ больше негізінде Зарина екеуміздің орнымызға дейінші мүмкін басқа осы қосаяқтың кәдімгі еңбек сіңген адамдар кіргені дұрыс па еді деп ойлайтын едім. Демек енді сіздердің бір лайық болып тұрғандарыңыз ғой енді. Бәрі Алланың қалауымен бір бұйрыс деп айтайық, жай ғана бұл деген бұл өмірлік дүние емес қой, бұйрыс, бір сәттік қуаныш. Сіздің демек жолыңыз, айттың ғой, жолы болар жігіттің жеңгеш шығар алдынан деп, осы маусымда, дәл осы маусымда сіз ілігіп тұрсыз. Айтыңызшы, білмеймін сол, бірақ енді мен деген деп. Жоқ, бірақ енді шынымен де былай өзім ойлайтын болсам, негізі маусым қатысушыны алуға бар ғой мейлі, лайықпын. Лайықсыз. Әр сториста енді өзгере беретін болса. Көп рахмет. Енді оқырмандарыңызға айтыңыз, көрермендеріңізге айтыңыз. Құрметті достар, көрермендер, негізінде мен маусым басталғаннан енді осы маусым келдім ғой, шынымен өте көп негатив, өте көбінесе хейттің астында жүрген адамдар. Соның бәрін егер қазір бүйтіп ойлайтын болсам, оның бәрін қазір басынан келіп сондай хейт болады сенде десе, мен ол нәрсеге шыдамас па едім деп ойлаймын да, бірақ сол нәрсенің бәрін көтеріп, сол нәрсенің бәрін жеңіп, осындай халге жеткеніме, үйленейін деп жатқаныма осы қосаяқтан өте қатты ризамын. Сондықтан мені маусым қатысушысы деп егер танысаңыздар, QR бойынша дауыс берсеңіздер болады. Ерасыл, осы Аяна қашан келеді? Осы Аяна қашан келеді деп қоя салған жақсы болды. Аяна бүгін келеді. Бүгін келе ма? Күтіп жүрсіз Аянаны. Аянаны күтіп жүрсіз. Аянаны күтіп жүрмін, ойбай, күткеніме қанша болды? 1,5 апта. Сіз қай номинацияны алғыңыз келеді екен жүрегіңізбен? Мейірім, не сен өзің біліп тұрсың ғой, мен қай номинацияны білмеймін мен. Ұсынысты ма, жұпты ма, достықты ма? Аянамен бірге маусым жұбын алып келеді, шын жүректен. Ал өзім жеке дара маусым қатысушыны алғым келеді. Не болыпты алсақ, мысалы неше түрлі енді елдер айтып жатыр екен, мынау клубта жүр, ананы бүлдірді, мынаны бүлдірді, не үшін алады дейді да. Енді бұл жақтың мақсаты сол ғой. Адамды бүлдірген ұстайды, артынан келген кезде, былай қараған кезде адам сабақ шығару керек та ол нәрсе. Адам ол нәрседен түйін шығару керек та, ой шығару керек, сабақ алу керек. Мен сол нәрседен сабақ алдым деп ойлаймын, өзімнің бақытымды таптым. Қосылайыққа келген мақсатыма жетіп жатырмын, Құдайға шүкір. Сол себепті мен неге маусым қатысушысына лайықты емеспін деген ой менің миымда сансақтап жүгіреді деп шешемді алып кетесің болса. Бәрінде барым деп күшті ұйықтадыңыз ба кеше? Бәрінде бардым. 5 номинацияда бар екенмін. Бір қатты бір қоштасқан жоқпын да ешкіммен. Маусым қоштасуына да кіріп кететін едім. Дұрыс болыпты қоштаспағаныңыз. Дұрыс болыпты қоштассам, тағы да айқынмен қоштасып кетем ба деп шошыдым да, сонымен ешкіммен қоштаспадым. Сол себепті маған дауыс беріңіздер, маусым қатысушысына Ерасыл лайық дегендеріңізге мен сенемін. Енді екі дос
білмеймін, бәсекелестікке түсіп жатыр енді, көреміз. Таңы контентпен атып жүр, таңертең тұрып көлікпен автобусқа мініпсіз. Автобуспен кезет ойлап қоямын, неге түсірміз кезет. Сондай аяй көйлегіңізді киіп алып автобусқа мінген қалай екен? Күшті, елдің бәрі қарап, Айжан ғой деп аттым. Мәссаған. Өзіңізді күшті звезда санадыңыз ба? Күшті, сезін бір ағастың көтерім ғой. Күшті, сені келдім. Сол көйлегіңіз қайда? Анда тұр, шкафта тұр. Құрметті оқырмандар, қандай видео екенін түсінбей жатсаңыздар, Айжан ханымның инстаграмына өтіңіздер, сол жақтан көресіздер. Иә? Не айтасыз? Күнге барлық адамдарға. Бүгін аптаның екінші күні барлықтарымызға сәттілік тілеймін. Армандары орындалсын, армандадан жалықпаңыздар. Солай. Айнұр, сіз қалайсыз? Қандай контент түсірдіңіз ау? Мен жақсымын, сіздер қалайсыздар? Мен соңғы фото салдым ғой деймін. Күшті, соскалау. Соны көрсін ба? Иә, соны көрсін. Айнұрдың да парақшасына өтіңіздер. Видео салғанбыз кіммен? Соңғы предпоследний кім? Сержан Мырзамен бір видео салдым. Мәссаған. Оның алдында өзімнің әдемі фото бар. Алла, сен ақеркемен шатыстырасың мені. Мен арамда тек қана контент бар ол кісімен. Сосын одан бөлек бір фото бар. Бүкіл публикацияңыз айтсақ па? Сондай. Сөйтіп, ал сізде айтыңыз енді, күнде айтайық, дауыс бер деп. Иә, дауыс беріңіздер. Маған дауыс беріңіздер, өздеріңіздің сүйікті қатысушыларыңызға дауыс беріңіздер. Ерасыл, маған сіз маусым қатысу үшін кім алса екен дейсіз? Меніңше ержігітіміз алатын сияқты. Қалай болса да. Ана жақта енді кішкене. Сөйтіп, мен просто шындықты айтамын да. Ерасыл қасымда отыр екен деп, аянасы бар екен деп. Қалжындаймын. Ең маңызды номинацияны алды ғой ол кісілер негізі. Иә, ең маңызды. Жоқ, ержігіт мырза да алды. Маусым жұбын Осар алсын. Ерасыл мен Аяна маусым жұбын алсын. Маусым ұсынысын Айбек пен кім алсын? Эдуарда, иә. Сосын кім ержігіт пен Мадина тоже бір маусым бірдеңкесі деген пара. Қоштасу емес, тағы бір параға байланысты бір жақсы бір номинациялар бар ғой, вроде бы. Маусым үйленуі мен сондайды алып кетсе, и ержігіт мырза маусым несін алса, қатысушысын деп бәріне өзім беріп отырмын. Я құрметті оқырман, сіз де дәл Айнұр сияқты бере аласыздар дауысты. Сіз қазір келесіде айтамын. Сіз айтқан едіңіз, маусым ардагері ақсақалы деген шықсын деп. Иә, тура келді, иә. Мен прям банга болдым. Маусым ардагерін Нұрсұлтанға берейік деп едім. Көз көрмейтін апасың ба? Неге? Банга болдың ғой. Жоқ, қасиетін айтып жатқан бұл прикол. Сосын маусым крашы кіммен, Айсұлтан мен Айбек кішкене бәйгеге түсетін сияқты. Одан кейін Расул бар айтпақшы, иә? Бірақ сіз кімге бергіңіз келетін еді? Өз дауысыңызды кімге бересіз? Крашбектерге ма? Иә. Сен де өзің сұлумын деп ойлайсың ғой, сен ештеңе жоқ, енді демейсің. шынына келген кезде Айсұлтан алып кетеді ау деп ойлаймын. Деп ойлайсыз. Иә, Айсұлтан алып кетеді ау. Маусым достығы Айбек пен Ерасыл алса демейді. Олар енді сәтті бала кезден дос қой. Күндіктері бір-біріне байлаулы десе болады. Одан кейін Сұлуын ал кім алады? енді сұлуы бәрі әдемі, бәрі лайықты. Даниярдың түрі черепашки ниндзя персонаждар бар ғой, төртеуі бір-біріне аумайды. Зарина айтады, негізі маусым крашында Данияр болу керек еді, себебі Данияр өзгеше басқаша әдемі дейді. Ал Ақерке келіспеймін дейді. Ақерке ол айтты. Күші көріп, сүйе ма? Ойбай, ай, ішіге түрі бар ғой, түрі. Жай жүресің. Жүресің ба? Анасына ақсет мекиян жағы ең андай қолдауы. Сондай бізде әңгіме болып жатыр. Ал Зарина, сіз қалай ұйықтадыңыз? Иә. Мен күшті ұйықтадым. Күшті ұйықтадыңыз ба? Как будто осы номинацияларға іліксем ғой деп жұмыс істеп жүріп, ұйықтамай жүрген адам ұқсап кеше ат dışı ұйықтадым. Сөйтіп, содан бүгін көзім ісіп тұрыпты. Таңертең видео салсам бәрі жыладыңыз ба деп жатыр екен. Мен көп ұйықтадым, содан көзім ісіп кетті. сіз енді қай номинацияны алғыңыз келеді? Екеуінде деп аш көз болды.
көз таймайды негізі анау айтады адамның көзі топыраққа ғана тояды деген рас қой екеуіне де қарап қоясың мынаны алсам ба ананы алсам ба деп бірақ ең бастысы шынында екеуіне де ілінгеніме өте қатты қуандым бірақ енді өмір болған соң түрлі жағдайлар болады. Алдында мен қатысушыларға былай қойдым, егер сіз алмай қалсаңыз, вообще ілікпей қалсаңыз ренжімейсіз ба дегенде бәрі ренжімейміз деп айтты да, бірақ ренжіп қалғандар болды. Сол сияқты алмай қалсаңыз ал айтыңыз. алмай қалсам ба Иә. Енді мен тілемеймін алмай қалыңызды. Мен енді білмеймін ғой, кім алады, кім қандай болады, дауысқа байланысты болады ғой енді. Сондай ситуация болып қалып жатса, тағы бізге өкпелеп, біз негізі ештеңе шешпейміз, бірақ бәрі соңында бізге өкпелейді. иә негізі бұйырған нәрсе кетпейді дейді ғой ол кез келген сайыс болсын барлығында Иә. Кім жеңіледі, сол әділетсіз болды деп есептейді ғой негізі. мүмкін сондай шығар бірақ енді дауысқа салса мүмкін кейде болмай да қалуы мүмкін Иә. маған бұл шынамай қалуы немесе шынымен көп болып кетуі мүмкін бірақ енді анда ақылға саласың ғой Иә. ренжігенмен мен көңіл күйім біреу бірдеңе көтеріп бермейді ештеңе өзгермейді деген сияқты дальше басқа жұмыстармен жұмыс айналысасың одан да жақсы нәрсе күтіп тұр деген сияқты ғой өмірде Сосын қайсысын алғыңыз келеді енді? Иә, құрметті оқырмандар, ол үшін Заринаға дауыс беріңіздер, QR арқылы міндетті түрде күтеді Зарина дауыстар. рахмет барлықтарыңызға Şöyle oturup ben yak basayım oturup. Иә. Өте. Көрдіңіздер ма, құрметті оқырмандар, біздің қатысушылар кішкене бізді сыйлап, номинациядан кейін тұрып. Бәрі маған жазады, сізді сыйламайды, бәрі отырып алып сөйлейді деп. Көңіл күйіңіз күшті ма? Şükür ya. Qanday oldu? Bugün çok последнее время ерте тұрып жүрмін за собой наблюдаю. Бүгін мысалы 8:30-да кәдімгі көзім ашып кетті да. Нешеде ұйықтадың деңізші? Нешеде ұйықтадыңыз? 8:10-да десең. Жоқ, кеш жаттым, бір 3-ке таман ба жаттым да, сонымен ерте тұрып жүрмін соған кезде. Ерте тұрып жүрсің. Өйткені энергетиктерді аз ішіп жүрмін соған байланысты. Энергетиктер ішпеңдер. Өте дұрыс. Су ішуге. Ол ағза соған үйреніп алады да, и бізде это уже стимуляция болмайды, автоматически гормондар выделяться етпейді. Тағы да менің медициналық коучыма жазылыңыздар. Мен парақшама өтіңіздер деп қазір. Давление немдейді. Ал? Иә. Сонымен кеше енді бүкіл номинация бітті. Енді маған по секрету айтыңыз мына жерде кімнің көңіл күйі қандай болды? Кімнің көңіл күйі қандай болды? По секрету айтыңыз. Мен болмадым мына жерде. Иә, көңіл күйге қарай бәрі жұп алу керек. Мен де жұп болу керек. Маған да немесе. Ерасылдың 5 номинациясы бар ма? Жұп болсаң күшті, бәрінде барсың, иә? Айбекте де сол 5 номинация, 7 ма 6 номинациясы бар ма? Сол 4-еуі жұптықпен. Мен де жұп болсам бір 4-5 күн жүретін еді. Енді біздің мақсатымыз жұптарды шығару ғой. Сол ғой, қайдан білейін, біздің мақсат ақпарат шығару. Ақпарат шығара беріппін деп қойсаңызшы. Сондай әңгіме. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсымыз. Енді егер де жыл өнерпазындамын. Иә. Елмен бірге әйтеуір бір номинацияда бар. Кіріп алдық әттіштің етіп жүр, бір өлең айтыпшы. Екі тақпақ айтып, бір өлең айтып, номинация кетіп. Ақырке күшті әңгіме айтам деді ал. Ал Ақырке айтыңыз күшті әңгімеңіз, естейік. ылғи ойнап айтамын сіз ылғи сеніп қаласыз деп Сондай сеніп қала беремін ше сонда. Сіз қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? жақсы шүкір бәрі Сержанмен таныстығыңыз қалай жүріп жатыр? Ешқандай қыздар араға түсіп жүрген жоқ па? түсуді бәрібір болып кетті ғой Бәрібір болып кетті ма? Сіз қаншалықты қызғаншақсыз? мен ба мен деген бар неге демалып жатсың деп қызғанамын айтамын мен вообще қызғаншақ емеспін Қызғаншақ емес. всегда мені қызғанған адамдар ше мен қызғаншақ емеспін просто әңгіме солай не в тему басталғаннан кейін сол менің эмоциям шығып кету керек болды да ол жерде так мен олай жайдан жай бүйтіп біреуге қарадым солға қарадым деп олай істей бермеймін негізі маған в принципе бәрібір мен жақсы көрген адам бәрібір қарамайды ғой ешқайда деген сияқты жақсы көрмейтін еркек қой ол білгенін жасайды мысалы